Трейдингде базарда техникалық анализ іздеуге тикарланған SMC стратегиясы бұл реал базардағы іздеп шығарушылардың товары һәм тұтынушылардың, яғни біздердің іздеп шығарушылардың товарларын сатып алушылардың талабына қарап базардың бағасының өзгеруіне тикарланған стратегия есептелінеді. Бұл хақында сіздерге білім ретінде бір мағлұмат беріп өтейін. Мәселен, сіз 7-8 классларда экономика сабағында талап һәм ұсыныстың көрсеткіштері қарап базар бағасының өзгеруін һәм базардағы нарықтардың түсу, көтерілуі, басқа да жағдайларға себеп болуын үйреніп өткен едіңіз. SMC стратегиясы да тап сондай. SMC стратегиясында supply and demand дегені бар, англичаншасы, қарақалпақшасы талап һәм ұсыныс зоналары. Demand бұл талап, supply бұл ұсыныс. Demand дегенде, яғни талапта, тұтынушылардың талабы, базарда қанша мөлшерде товарды сатып алacak. Һәм ұсыныс бұл supply, яғни іздеп шығарушылардың товарларының саны. Біздерге олар қанша жеткеріп бере алады, біздер олардан қанша талап етіп жатырмыз. Бұның логикасы тап осындай істейді SMC стратегиясының. Мәселен, сіздерге бір жағдайды келтіріп өтейін. Қыс күндері бір шаңырақ үшін бір айға 2 қалта ұн кетеді деп алайық. Ал оны бүткіл Қарақалпақстан көлемінде алсақ, 1000 қалта деп алайық. Мысал ретінде сіздерге түсінуіңіз үшін аңсат қылып. Бірақ іздеп шығарушылардың, яғни бидай еккендердің һәм ұн іздеп шығарғандардың товарларының саны 700 қалта. Демек, бұл жерде талапқа қарағанда ұсыныстың көлемі кішкене. Бұл жерде бұл бағаның өсуіне себеп болады, себебі сатып алушылар сатып отырғандарға қарағанда көбірек. Бұнан басқа бір мысалда, мәселен, жаз күндері қазір біздерде жаз болғанлығы себеплі қарбыз жүдә көп һәм оның бағасы килограммына 2000 сомнан. Базарда қарбызлардың саны жүдә көп болғанлығы себеплі һәм іздеп шығарушылар жаз айында жүдә көп болғанлығы себеплі базарда іздеп шығарушылардың товарлары жүдә көп һәм сатып алушылар да көп, бірақ товар оған қарағанда есе көп. Сол себеплі базардың бағасы килограммына 2000 сом. Бірақ та қыс күндері іздеп шығарушылардың товарлары, яғни қарбыздың саны кескін түсіп кетеді һәм бірақ сатып алушылар сол жағдайда қалады. Сол кезде сатушылардың саны сатып алушыларға қарағанда жүдә төмен болғанлығы себеплі олар товарларын қымбатластырады. Мәселен, 1 килограмм үшін 50 000 сомнан сатуы мүмкін қарбызларын. SMC стратегиясы да логикасы тап сондай, бірақ бұл тикарынан зоналарға қарап істейді. SMC стратегиясындағы supply and demand, яғни талап һәм ұсыныс зоналары базардағы сделкалардың, яғни базарға кіріп келген пуллардың санына қарап әрекетленеді. Техникалық анализ қылған кезімізде біздер шамның көлеміне қарап, бұл жерде қанша ордерлер, қанша пул, қанша сделкалар ашылғанын шамалап істеуіміз мүмкін. Бұны реал базарда сіздерге көрсетіп өтемен, қалай болатұғынлығын зоналардың. Мәселен, бұл demand and supply зоналары. Жоғары қарай көтерілуші трендте һәм бағаның төменгі тарапында болғаны бұл demand зонасы, яғни талап зонасы. Ал жоғарғы тарапта бағаны қайтарып тұрған зона бұл supply зонасы, яғни ұсыныс зонасы. SMC стратегиясының demand һәм supply зоналарының логикасын сіздерге түсіндіріп өтейін. Мәселен, demand зона, яғни талап зонасы, сатып алушылар, мәселен, Nasdaq парасында, Nasdaq индексінде сатып алушылар, яғни талап 22.010 доллардан сатып алacak. Бірақ та сатушылар, яғни осы Nasdaqта sellға кірмекші болғанлар 22.162 зонасынан сатпақшы. Демек, біздерде 2 зона пайда болады. Demand талап зонасы һәм ұсыныс зонасы. Базар бағасы әрдайым осындай зоналарға әрекет етеді. Қола-қуатлау һәм қарсылық зоналарына ұқсас, бұл да реверсал, яғни базар осы зонаға келеді һәм қайтып кетеді, ретест істеп. Бұл зоналардың өзіне жараса қағидалары бар. Бұл қағидалар SMC-дегі demand һәм supply зоналарының қағидалары үш жүйеден ibarat. Олар импульсив әрекет болуы керек. Импульсив әрекет дегенде базардың жүдә кескін тәрізде өзгеру шеңілігімен әрекет етуі, волатильность деп айтатын едік, һәм сіздерге волатильность өзгеру шеңілік деп үйреттім. Импульсив әрекет болуы базардың demand зонаның жаратылуында базардың жоғары қарай кескін әрекет етуі. Тап осындай тәрізде жүдә кескін әрекет етуі. Supply зонада төменге қарай кескін әрекет етуі. Базар бағасының кескін төменге қарай түсіп кетуі.
бұл импульсив әрекет. Өзінен алдыңғы максимумды немесе минимумды бұзып өткен болуы керек. Максимумды бұзып өткен болуы керек демант зонада. Мәселен, бұл максимум еді. Бұл максимумды бұл импульсив әрекет жоғары қарай бұзып өтті. Демек, бұл демант зонамыз, яғни талап зонамыз біздерге жақсы істеп береді деген сөз. Онан кейін трендтің қайсы тарапқа екенлігі анық болуы керек біздерге тасдиқ болу үшін. Мәселен, бұл жерде жоғарыдағы максимумды алдыңғы өзінің максимумын бұзып өткенлігі себеплі базар жоғары қарай әрекетленіп отырғанлығын біздер көруіміз мүмкін. Онан басқа да біздер бұл жерден тренд линиясында тартып трендтің қай тарапқа қарай кетіп бара жатқанлығын анықтауымыз мүмкін. Тап supply зонасында да тап сондай трендтің қай тарапқа кетіп бара жатқанлығын осылай анықтауымыз мүмкін. Осы үш қағидадан ібарат болады demand һәм supply зоналары. Осы қағидаларға тура келуін жақсылап анықлаң. Базарда анализ істеп отырған кезіңізде бірде-біреуіне тура келмей қалса, демек бұл зонаның істеп бермеуін біздерге хабар береді. Демек, осы үш қағиданың қайсыдыр біреуіне тура келмесе, осы зонаның істеп бермеуінен біздерге дерек береді. Сол үшін әрбіріне тура келуін жақсылап анализ істеген кезде әтібарменен қарап істең. Енді бұл demand һәм supply зонасын реал базарда көріп өтеміз. Енді қараңда, бұл жерде жоғары қарай импульсив әрекет жүз берген. Өзінен алдыңғы максимумды бұзып өткен. Өзінен алдыңғы максимумды бұзып өткен халда жоғары қарай импульсив әрекет дегенде осындай денесі оға да үлкен болған шамды ала аламыз. Бұл жерде жоғары қарай импульсив әрекет бар. Мына жазуларға, блокларға әтібар бермең, бұл басқа анализ. Енді біздер настақты анализ қыламыз, міне базар ашық. Біздер бұл жерде demand зона деп бұны алуымыз мүмкін. Жоғары қарай бұзып өткен импульсив әрекет, базар жоғары қарай әрекетленбекте тренд линия бойынша, яғни біздер апттрендтеміз. Енді базар осы жерге қайтып келген кезде бұған тиіп реакция алады һәм жоғары қарай кетеді. Біздердің анализіміз SMC бойынша осындай. Бұл біздердің demand зонамыз еді. Басқа да жағдайларын көрсетіп өтейін, қалай анализ істеу керек екенлігін. Бұл жерге әтібар беріп қарасаңыз, бұл жерде де идеал тәрізді істеп берген, өзінен алдыңғы максимумды жаңалаған һәм жоғарыға қарай импульсив әрекетін істеген үлкен денелі шам көріп тұрсыз. Һәм қайтып келген, істеп берген, ретест істеген осы жерде һәм кеткені өсіп. Бұл екі мәрте істеп берген екен бұл жерде. Бұл жерде де үлкен денелі шам импульсив әрекет үшін. Бұл жерден біздер demand зона тарта аламыз һәм базардың өсіп кеткендігін көруіміз мүмкін. Бұл бірнеше мәрте істеп берген екен және. Екі мәрте істеп берген, тап осы зонадан біздердің demand зонамыз. Бұл жерде supply зона. Бұл зона істеп беру керек болған, бірақ базарда біздер бұл жерде қате анализ істегенбіз. Үлкен таймфреймге қойып, осы жерден алуымыз керек еді. Мәселен, 4 сағатқа қойғанымызда осы жерден идеал тәрізде біздерге supply ұсыныс зонасы келер еді. Біздер 1 сағатлықта істегеніміз үшін бұл жерде сәл қатерек болған. Тиген, істеп берген, төменге қарай түсіп берген көргеніңіздей. Бұл жерде де тап сондай жағдай, 2 мәртелеп істеп берген. Үшіншісіне де әрекет етіп көрген. Импульсив әрекет, үлкен денелі шам, төменге қарай түсуші. Өзінен алдыңғы минимумды жаңалаған һәм келіп ретест істеп және түсіп берген. Өзінен алдын және supply зона істеп беріп кеткен. Бұл жерде де ұсыныс зонасы, яғни supply зонасы идеал тәрізде істеп берген. Қағидамыз бойынша өзінен алдыңғы минимумды жаңалаған, үлкен денелі шам пайда болған, яғни импульсив әрекет болған, тренд төменге қарай кетіп баратыр. Бұл егер ең ақырғы минимумды бұзып өтсе, өзіндегі базар жөнелсе төменге қарай деген сигналды біздерге береді. Келген ретест істеген, ретест істеу менен төменге қарай кеткен базар. Кейінгі анализ үшін біздер бұл жерде де demand зона деп алуымыз мүмкін. Мәселен, өзінен алдыңғы максимумды жаңалаған, импульсив әрекет бар, үлкен денелі шам. Біздер зонаны бұннан тартамыз.
демант зона. Енді базар ұсыған қайтып келсе, біздер бай үшін бұл жерден саудаға кіруіміз мүмкін. Стоп лоссты ұсынның астына қоямыз. 5 пипс, 10 пипс төменірек қоямыз. Базардың жағдайына қарап. Бұл жерде де демант зона. Стоп лоссты алып кеткен екен бұл жерде, бірақ бұл жерде supply зона. Импульсив әрекет, өзінен алдыңғы максимумды жаңалаған, қайтып келген, өзінен алдыңғы минимумды жаңалаған бұл жерде. Һәм ретестілеп төменге қарай түсіп берген. Бұл жерде де көруіңіз мүмкін, өзінен алдыңғы минимумды жаңалаған, импульсив әрекет төменге қарай ретестілеген һәм төменге қарай түсіп берген. SMC-дағы supply һәм demand зоналарының логикасы сондай: базарда сатып алушылардың саны сатушыларға қарағанда көбірек болса, бұл өзінен алдын demand зоналарын пайда етеді, һәм сол зоналарға келгенде біздер және бай үшін сделкаларды ашуымыз мүмкін. Ал supply зонада болса, сатушылардың көлемі сатып алушыларға қарағанда көбірек болса, демек базар төменге қарай әрекет етеді, һәм өзінен кейін supply зоналарын қалдырады, яғни ұсыныс зоналарын. Базар солған барған кезде біздер sell үшін сделкаларды ашуымыз керек, һәм базардан пайдаланып қалуымыз керек. Бұл стратегия базарда идеал тәрізде әр күні, әрбір таймфреймде жіті жақсы істеп береді. Трейдинг вьюға кіріп, оны тексеріп көруіңіз мүмкін. Өзіңіз үшін тастиқларды алып, себеплерді алып, базарда қалай істеп беру жағдайларын жазып шықсаңыз, бұл миыңызға жақсы сіңіп қалады, һәм стратегиядан толық пайдалана аласыз.